Дина кенже қызы Нұрпейіс келін 1861 жылы Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданында дүниеге келді. Домбырашы, күйші, композитор, Қазақстанның халық артисі. Динаны домбыра тартуды 8-9 жасынан үйренген. Оның Құрманғазымен кездесуі болашақ өнер жолында шешуші рөлін атқарды. Динаның ұстазының күйлерін үйреніп қана қоймай, оның күйшілік, орындаушылық өнерінің ерекшеліктерін, стилін, дәстүрін жалғастырды. Өзі өсіп өнген ортадағы күйшілік өнерін толық меңгерді. Өзі де жанынан жаңа күйлер шығады. Динаның Тырнақалды, Байжұма, Бұлбұл, Көгентүп атты күйлерін халықтық күйшілік дәстүрі айқын сезінді. 1937 жылы ол халық өнерпаздар республикалық байқауына қатысып, бірінші жүлдеге ие болды. Ал 1939 жылы Мәскеуде өткен халық музыка аспаптарының орындаушыларының бүкіл одақтық байқауының бірінші орын алды. Домбыралы Жамбыл аталды. Оның Тойбастар, Әсем қоңыр, Жеңіс, Ана аманат, 8 март, Сауыншылар, Еңбек ері тағы да басқа күйлері қазақ күйшілік өнерінің жаңа бір белеске көтерді. Оның шығармашылық өнері жолында өнері туралы Ахмет Жұбанов, Бисенов, Рысалдин, тағы да басқа зерттеушілер, суретші Бақбергенов, Қайран шешем 1963 жылы роман жазды. Суретші Черкасский 1946 жылы Жамбыл Жабаев пен Дина Нұрпейісованың кездесуі картинкасын салды. Ал 1963 жылы Исмаилова Динаның портретін салып, Динаның есімінде бірнеше музыкалық мектептер, қала көшелері атанды. Ал 1996 жылы жыл сайын жасөспірімдер домбырашы қыздар арасында Дина атындағы Бұлбұл домбыра республикалық байқауын өткізуді дәстүр қалыптастырды. Дина 2 рет еңбек қызыл ту орденімен және бірнеше медальдармен марапатталды. Біздің қазақ қыздарының, біздің Қазақстанның күйшілерінің, музыканттарының атын сілкіндірді сол кездерде. Содан бері Дина апайды ешкімде ұмытпас. Ол біздің Қазақстан халқының, қазақ елінің, қазақ жерінің бір үлкен ойып алар орны бар күйшіміз, апамыз, анамыз.